Ko'rinib turma bari. Misal qaranglar, bizde taqdirdin so'ngida mындай есептер berilgan. Birinchi, massasi 134,4 gram natriy gidrokarbonatini alу үшін qancha ko'lamda ko'mir gazı qajat? Өнімнің шығымы 80%-ға тең дейді. Яғни, натрий гидрокарбонатын алу үшін формуласы натрий HCO3 осыны алу үшін бізге көмірқышқыл газы керек болады дейді. Енді натрий гидрокарбонатын алу үшін көмірқышқыл газына нені қосуымызға болады? Мына жерде бір көміртек, екі оттек бар. Мына жерде бір көміртек, үш оттек бар. Яғни құрамында бір натрий, бір оттек және бір сутек болатын затты қосуымыз керек. Ондай зат бізде натрий гидроксиді. Яғни натрий гидроксидіне көмірқышқыл газын қосқан кезде натрий гидрокарбонаты түзіледі. Бізде түзілген натрий гидрокарбонатының массасы 134,4 грамм. Оның шығымы 80%-ға тең. Енді біз көмірқышқыл газының көлемін табуымыз керек. Қанша көлемде, яғни X литр болады. Мына жерге реакцияға қараймыз. Реакция теңестірілген. Бір натрий, үш оттек, бір сутек бар. Бір натрий, үш оттек, бір көміртек, бір сутек. Сондықтан мына жерге литрмен жазылғандықтан қалыпты жағдайдағы көлемді қолданамыз. Ол 22,4 литр бөлінген мольге тең. Ал натрий гидрокарбонатының молекулалық массасын есептейтін болсақ, натрий 23-ге тең, сутек 24 болады. Оған көміртектің 12-сін қосамыз, 36. Және оттек үшеу 16-ны 3-ге өткенде 48, 48-ге 36-ны қосатын болсақ, 84 грамм бөлінген моль болады. Бірақ мына жерде 134,4 грамм 80%-ды құрап тұр. Демек, 134,4 грамм бұл 80%. Оның 100%-ын табуымыз керек. X табу үшін 134,4-ті көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 80-ге. Қазір есептейік. Бұл бізде 168 граммға тең болды. Енді бұл жерде екеуінде сызып тастаймыз да 168 грамм екенін білеміз. Әрі қарай X литр 168 грамм 22,4 литр бөлінген моль 84 грамм бөлінген моль. Бұл жерде X табу үшін 22,4 көбейтілген 168 бөлінген 84 болады. 84 пен 168 қысқарып кетеді, мұнда 2, мұнда 1 қалады. Сонда 22,4-ті 2 көбейткенде 44,8 литр шығады. Жазып алыңыз.
Болдық па? Онда келесі есепті қарастырайық. Екінші, магний карбонаты мен тұз қышқылы әрекеттескенде 8,96 литр көмірқышқыл газы түзілді. Өнімнің шығымы 80% болса, реакцияға неше грамм магний карбонаты қатысқан? Бұл жерде реакцияны жазамыз. Магний карбонаты қосылған тұз қышқылы. Бұл жерде бізде магний оксиді түзіледі, су және көмір қышқыл газы. Түзіледі. Магний хлориді, су және көмір қышқыл газы. Так, енді теңестіретін болсақ, 2 хлор 2 сутек, мына жерге алдына 2-ні қоямыз. Қалғандары теңеседі. Магний 1, көміртек 1, оттек 3. Енді түзілген көмір қышқыл газының көлемі 8,96 литр. Бұл жерде көмір қышқыл газы өнім ретінде тұр. Демек, бұл 80%-ға тең деген сөз. Біз бұның 100%-ын табуымыз керек. 8,96-ны көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 80-ге. Бұл жерде 11,2 литр шығады. Демек, жалпы көмір қышқыл газының көлемі 11,2 литрге тең деген сөз. Біз табуымыз керек магний карбонатының массасын. Бұл жерге X грамм дейміз. Магний бізде 24-ге тең, көміртек 12-ге тең, 24-ге 12 36 болады. Оттек 16, бұл жерде 3 оттек бар, 48. 48-ге 36-ны қосатын болсақ, 84 грамм бөлінген моль болады. Ары қарай. X грамм 11,2 литр. 84 грамм бөлінген моль. Мына жерде литрмен жазылғандықтан қалыпты жағдайдағы көлемді қолданамыз. Ол 20,04-ге тең. CO2-ның алдын, яғни көмір қышқыл газының алдын ешқандай сан жоқ. Демек, өзін жазамыз. Мына жерге сол 22,04 литр бөлінген моль жазылады. X тең болады. 84 көбейтілген 11,2 бөлінген 22,04. 11,2 мен 22,04 қысқарады. Мұнда 2, мұнда 1 қалады. Мұнда 84 2-ге бөлетін болсақ, 42 грамм шығады. Үшінші.
Азот пен сутек әрекеттескенде 8,5 грамм өнім алынды. Өнімнің шығымы 20% болса, реакцияға қанша көлем азот қатысқан? Бұл жерде біз реакцияны жазып аламыз. Азот қосылған сутек. Бұл екеуінен бізде аммиак деген қосылыс түзіледі. Реакцияны теңестіретін болсақ, алдына 2-ні қоямыз. Азот теңеседі, сутек 6 болады да, мына реакцияға дейінгі сутектің алдына 3 қоямыз. Сонда ол жерде де сутек 6 болып теңеседі. Өнімнің массасы 8,5 грамм. Бұл 20%-ды құрайды. X грамм 100%. Демек, таза массасын табуымыз үшін біз 100%-ға көбейтіп 20%-ға бөлеміз деген сөз. X тең 8,5 көбейтілген 100 бөлінген 20. Бұл жерде сарып кетеді 1, бұл жерде 5. 8,5-ті 5-ке көбейтетін болсақ, 42,5 шығады екен. 42,5 грамм. Азот 14-ке тең. Сутек 1-ге тең. Мына жерде 3 сутек. 14-ке 3-ті қосамыз 17. Алдындағы 2-ге көбейтеміз. 34 грамм моль болады. Мына жерде 42,5 грамм. Азоттың көлемі X литр. Мына жерде қанша көлем азот қатысқан? Азоттың алдына ешқандай сан жоқ, демек 22,4 литр бөлінген моль өзі жазылады. X табу үшін 22,4 көбейтілген 42,5 бөлінген 34 болады. Сонда 28 литр азот шығады. Осы есептерді дәптерлерімізге толығымен жазып аламыз. 25-ші параграфтегі анықтамаларды жазамыз және кестені дәптерге сызамыз. Одан кейін мына біз 3 есеп шығардық қой. Қалған есептерді үйде қосымша өзіміз шығарып келеміз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.